Менің атым Маргарита, жасым 33-те. Мен 1993 жылы Балқаш қаласында дүниеге келдім. Ал балалық шағым Шұбартау ауылында өтті. Ол жерде бір ғана қазақ мектебі болды. Қазақ тілін мүлде білмейтін орыс қызы үшін бұл үлкен сынақ еді. Бірақ мен қорықпадым. Кейін Балқаш қаласында 15 жыл бойы сауда саласында еңбек еттім. Бұл маған адамдармен тіл табысуды, олардың сұранысын түсінуді және кез келген жағдайда шешім табуды үйретті. Қазіргі таңда менің шағын кафеханам бар. Кәсіпкер ретінде күнделікті жұмысымда қазақ тілін белсенді қолданамын. Қазақ тілі тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар кәсібімді дамытуға көмектесетін маңызды құралға айналды. Қалайсыздар? Рахмет, жақсы уақыт өткізіңіздер. Сонымен қатар TikTokта қазақ тілінде контент жасап, өз тәжірибеммен бөлісемін. Бүгінде парақшамда 5082 оқырман бар, ал видеоларым 178 мыңнан астам лайк жинады. Менің өмірлік ұстанымым қорықсаң да тәуекел ет. Себебі үлкен жетістіктер әрқашан алғашқы қадамнан басталады. Қазақ тілін үйрену менің өміріме тың серпін берді. Бүгінде осы тіл арқылы кәсіби тұрғыда дамып, өзгелерге үлгі көрсетіп, шабыт беріп келемін.